Путиннің Украинаға шабуыл жасау туралы шешім қабылдауы өте үлкен қателік болды оған. Ресей армиясы шұғыл соғыста жеңіске жеткен жоқ. Ал бұл соғыс одан арман ұзаққа созылды. Және бұлардың қандыш соғыстары ең соңында батпаққа батты. Тіпті Путин масқара болып, өте ұятты жағдайда жеңіліске бетпе-бет деп отыр. Диктатордың басындағы салтанатты сәулесі, басындағы жарығы кетіп, оның диктатордың сәулесі жарығы азайған сәтте, бұл диктаторлардың барлығы әурешілікке ұшырай бастайды. Путинге Ресейдің өткен тарихынан сабақ алуға тура келеді. Бұрынғы Ресейдің басшылары әр жолғы соғыста жеңілгенде, оларды өте масқара нәтиже күтіп тұрған болатын. Ресей мен Жапон соғысында жапондар Шар Россияны масқара қылып жеңді. Нәтижесінде бұл 1905 жылғы Ресейдегі тұңғыш төңкерісті туғызды. Мына анализді қайталап айтып берейін. Жапондар Ресейді масқара қылып соғыста жеңгеннен кейін, осының нәтижесінде Ресейде 1905 жылғы тұңғыш реткі Ресей төңкерісі туылды. Ал бірінші дүниежүзілік соғыста Ресейдің масқара жеңілісі ол 1917 жылғы қазан төңкерісін дүниеге әкелді. Ең соңында Шар Россияның патшалығы құлады. Ал Путин өзінің жеңілгендігін бұл арада ашық мойындағысы келмей отыр. Оның баспасөз мәліметшісі Дмитрий Песков дүйсенбі күні, яғни 12 қыркүйек күні журналистерге былай деп айтты. Ресейдің ерекше әскери операциясы үздіксіз жалғаса береді. Және ол болашақта да жалғаса береді. Тіпті ол ең соңғы барлық міндеттерімізді орындағанға дейін жалғасады деп айтты. Бұл бізді екінші бір сұраққа жетелеп алып келеді. Путин келесі қадамда не істемекші? Сен ешқашан Путиннің не істейтіндігін, не ойлайтындығын, қандай жоспары бар екендігін біле алмайсың. Бұның барлығы оның әскери саладан және ақпарат саласындағы жоғарғы лауазымды тұлғалардан қандай ақпараттар алып отырғанына байланысты. Бірақ біз мына екі түйінді анық білеміз. Ресейдің президенттері, Ресей басшылары өте сирек түрде қателіктерін таниды. Тіпті болып жатқан жағдай олардың шешімін өзгертуге мәжбүрлей алмайды. Ал Ресейдің мемлекеттік медиаларының ауанынан қарасақ, олар осы жолғы соғыстағы Ресей армиясының жеңілісін батыстың Украинды қолдауынан деп үгіттеп жатыр. Ресейдің мемлекеттік телеарнасы былай деп ашық айтты. НАТОның қолдауы астында Киев қарсы шабуылға өтті дейді. НАТОның қолдауыменен Киев қарсы шабуылға өтті дейді. Біз адамдарды өте мазасыздандыратын бір сұрақ осы кезде судың бетіне шығады. Егер қарапайым қаруларды қолдану арқылы соғыста нәтижеге қол жеткізе алмаса, Путин атом қаруын қолдана ма? Бірнеше күннен кейін Украинаның кешіріңіздер. Жел қозғап кетті мынау. Оппа. Так. Әлі қайтсам екен, е? Мына жерде Украина туралы ақпарат келдіге.
Бірнеше күн бұрын Украинаның әскери басшысы Валерий Залужный былай деп ескерткен болатын. Ресейдің ерекше шұғыл жағдайда әскери атомдық қаруды қолдану қаупі әлі де бар деп жариялаған болатын. Міне Украинаның әскери басшысы Валерий Залужный Ресейдің атом қаруын қолдану қаупі бар екендігін айтқан болатын. Ал қазіргі жағдайда Кремль ешқандай бір абыржыған кейіп танытпай отыр. Тіпті мемлекеттік телеарна өздерінше оң бағытты ұстанатын құсап, оң бағытты ұстанатын сыйқын көрсетті. Тіпті олар Украинаның энергия көздерін бомбалап тастауды ерекше әскери операцияның өте маңызды түйіні деп атады. Ал ең қызығы Кремльдің басшысы 10 қыркүйек күні Ресейдің әскері жаулап алған жерінен жапа-тармағай шегініп, тіпті бағынып қашып жатқан кезде Путин бүкіл Еуропадағы ең үлкен айналма доңғалақтың ашылу салтанатына қатысты дейді. Тіпті оның жүзіне күлкі үйіріліп тұрды. Ал ол Путин осы айналма доңғалақтың үлкен Еуропадағы бірінші үлкен айналма доңғалақ сияқты оның ерекше әскери операциясы да ең соңында өте сәтті шешіледі деп ойлайтын сияқты дейді. Міне біз сіздерге BBC медиасының сарапшысы Стебе Розенбергтің Ресейдің әскери жеңілісі туралы мақаласын міне түк қоймай аударып жарияладық.